Сәлем бәріңе. Қазір мен Протеустағы 2 DC мотордың жылдамдығы мен бағытын басқаратын схеманы тікелей жинап көрсетемін. Алдымен жұмыс алаңына біздің миымызды Atmega 32 микроконтроллерін шығарып қоямын. Оның қасиеттеріне кіріп, жиілігін бірден 16 МГц етіп өзгертіп кетейік. Әйтпесе задержкалар жұмыс істемейді. Енді осы контроллерге нақты ырғақ беретін жүрек керек. Библиотекадан 16 МГц кварц резонаторын аламын. Оны микроконтроллердің Xtal 1 және Xtal 2 аяқшаларына жалғаймын. Сигнал тұрақты болу үшін екі сымнан жерге қарай 22 пикофарадтық екі керамикалық конденсатор қосамын. Сондай контроллер кездейсоқ перезагрузка жасап кетпеу үшін мына 9-шы ресет аяқшасына 10 кОм резистор қойып, оны жоғары 5 вольт қуат көзіне тартып қоямын. Келесі кезекте біздің схеманың бұлшықеті микроконтроллері моторды тікелей айналдыра алмайды. Сондықтан ортаға аш көпірі бар L293D драйверін орнатамын. Енді сигнал беретін сымдарды жалғайып, контроллердің PB0, PB1 аяқшаларынан сым тартып, олардың драйвердің кірістеріне AN1, AN2, AN3, AN4 аяқшаларына тікелей қосамын. Дәл осы сымдар арқылы біздің командаларымыз барады. Ең маңызды бөлік қуат беру. Моторлар жұмыс істеуге рұқсат алу үшін драйвердің EN1 және EN2 аяқшаларын 5 вольт қуатқа жалғаймын. Микросхеманың ішкі миы да осы 5 вольтпен жұмыс істейтіндіктен VSS аяқшасын да соған қосамын. Ал енді моторлардың өзін күшпен қамтамасыз ету үшін 8-ші VSS аяқшасына DS генератор арқылы 12 вольт беремін. Барлық дженет аяқшаларын біріктіріп, жерге граунд апарамын. Соңында оң жаққа екі тұрақты тоқ моторын шығарамын. Олардың драйвердің қуат шығыстарына, яғни out1, out2, out3, out4 аяқшаларына жалғаймын. Мінекей схема толығымен дайын. Енді кодқа келсек, жаңа проект бастаймыз, содан кейін JS-ті таңдаймыз, соңында Atmega 32-ні таңдаймыз. Керек емес кодты өшіріп, ең алдымен бізге микроконтроллердің жиілігін көрсету керек. Мен define fqo деп жазамын. Бұл біздің Atmega 32 16 МГц-те жұмыс істейтінін білдіреді. Задержкалар дұрыс болу үшін өте маңызды. Кітапханаларды жазасыз. Енді екі қажетті кітапхананы қосамыз. Біріншісі iCloud, екіншісі AVR. Бұл порттармен және аяқшалармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Екіншісі осының арқасында біз уақытты тоқтата тұратын функцияларды қолдана аламыз. Ол include, until, delay. Main функциясын бастаймыз. Негізгі функцияның int main, барлық басты логика осының ішінде болады. Және DDR жолын бастаймыз. Бірінші кезекте порттарды баптау керек. Мотор драйверіне сигнал жіберу үшін PB0, PB1, PB2, PB3 аяқшалары шығыс болу тиіс. Мен мұны побитовый сдвиг арқылы жазамын. Және де микроконтроллер өз жұмысын тоқтатып алмау үшін шексіз цикл ашамыз. While 1. Ал енді ең қызығы таблица истинности бойынша моторды басқару. Бірінші жағдайды жазамыз. Бірінші жағдай моторларды сағат тілімен айналдыруымыз керек. Бұл 1 және 0 сигналы. Сондықтан мен порт деп жазамын. Яғни тек осы екі пингке ғана қуат береміз. Моторлар жақсылап айналып үлгеру үшін деп 2 үзіліс береміз, 2 секундтық. Екінші жағдай, енді оларды тоқтату керек. Бұл 0-0 сигналы, ол үшін жай ғана барлығын өшіреміз.
бұл 16-0 және 16-0 барлық пиндерден тоқып кетеді және delay емес 1000 деп 1 секунд күтеміз. Үшінші қадам моторларды кері бағытта сағат тіліне қарсы айналдыру. Сигнал 0 және 1 болуы тиіс. Енді мен басқа 2 пинді қосамын. Қайтадан 2 секунд күтеміз. Соңғы жағдай қатаң тоқтау. Жесткое торможение. Бұл кезде барлық пиндерге қуат беру керек. Сондықтан мен порт 1 деп жазамын да қайтадан 1 секунд үзіліс беремін. Цикл аяқталды. Return 0 жазып жақшаларды жабасыз. Ең соңында әдеттегідей return 0 деп жауып қоямыз және біздің кодымыз толығымен дайын. Ол кәсіби жазылған әрі оқуға өте жеңіл. Енді бұны компиляция жасап, Proteusқа жүктейміз де нәтижесін көрсетеміз. Сонымен схема жиналды, код жазылды және біздің Atmega 32 микроконтроллеріне сәтті жүктелді. Енді мұның бәрін іс жүзінде тексеретін кез келді. Симуляцияны іске қосамыз. Play батырмасын басып, моторларға қараңыздар. Біз бағдарламалағандай алдымен екеуі де сағат тілімен clockwise айнала бастады. Бұл кезде микроконтроллер драйверге 1 және 0 командасын беріп тұр. Біз бұл күйде тұра 2 секунд күтеміз. Тінтуірдің міне тоқтады. Микроконтроллер барлық пиндерге 0 береді. Моторлар 1 секундқа мүлдем қозғалыссыз қалды. Және ал енді кері бағытта кеттік. Полярлық өзгерді. Драйвер 0 және 1 командасын алды. Енді моторлар сағат тіліне қарсы айналып жатыр. Қайтадан 2 секунд күтеміз. Және соңғы кезең логикалық бірліктер беру арқылы 1 секундқа қатаң тоқтау. Осыдан кейін біздің шексіз циклымыз қайтадан басынан басталады. Камера немесе экранды микроконтроллердің аяқшаларына жақындатып, түрлі түсті төртбұрышты көрсетесіз. Егер микроконтроллердің P0, 1, 2 және 3 шығыстарына мұқият қараймыз, мына қызыл және көк төртбұрышты арқылы логикалық нөлдер мен бірліктердің қалай ауысып жатқанына өте жақсы көрінеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің ми Atmega 32 мен қуат көзінің L2-393D драйвері байланысы мінсіз жұмыс істеп тұр және ақиқат кестесіне толығымен сәйкес келеді. Зертханалық жұмыс сәтті аяқталды.